$10. Әңгіменің авторы Бекен Ыбырайымов. Ауылдан төмен шыға берістегі төбешікте кешке қарай өрістен қайтатын малды күткен шалдар Қаудырбай келгенде еріксіз елең етті. Қауқылдасы Амансәлемді атқарғаннан кейін жорта шікіреген Қаукең қолтығындағы шиыршықталған күміс буманы кіндіктен буған резеңкені тамсанып баппен сыпырды. Жапырылған жүндей ажырыққа жайып жібергенде аппақ жайма 2 метрге созылды. О, Қаудар, мынауың не? Көптен көрінбей кетіп ең, ұрлап әкелгеннен саумысың? Көзі сығырайған мысығмыр Шәкімжан құрдасының қыршаңқы сұрағы басқалардың да ішінде бүлк-бүлк кеткенін түрлерінен аңғарған Қаудырбай езу тартты. Шорқ етпеңдер, қазір айтам. Ақ жайманың үстіне шалқалап жата кетті де дереу қайта тіктеліп отырды. Айналада бөтен ешкім жоқ па? Сотқа жеткізіп жүрмесін. Оның бізде не ақысы бар? Сот дегенге селт етіп бірден күдіктенген тәпелтек төгіштің селдір бурыл мұртының шалғысы таңданғандай бір көтеріліп басылды. Жылтыраған мынауың не өзі? Бірдеңе бүлдіріп келдің, Қаудырбай қауіптенгендей төңіректі шүйіле бір шолып өтті де маңғаздана қақырынып алды. Барған жерімді барлап жүретін қашанға әдетім мынаны. Астындағы ақ жайманы алақанымен аялап сипады. Астанадағы құрылысшылардан көрдім. О жақтағы пәтерлерде біздің үйлердегідей сақырлаған шиқылдаған тақта еден атымен жоқ. Байлар паркет, басқалары ламинат салдырып, оған қолы жетпегендер линолеум жайғызады екен еденге. Оның астына осыны төсейді. О, не қылған екеуре? Құдай біледі, со жақтан жымқырып әкелдің, Шәкімжан тағы да сезіктене қарады. Кетей, ұрлайтындай не басыма күн туыпты? Қалай ысқыртқанымды сосын айтам. Ал мынау дымқылды жібермейді. Мұны бүйтіп астыңа төсесең су өтпейді. Әрі жұмсақ, әрі жылы, өзі жеп-жеңіл. Көрпе ұқсатып жайып таста да ұйықтай бер. Шалдар жапырлап кеп, ұстап көрісті. Мынауыңнан тәбәрікте бізге де бөліп берсеңші. Бермегенде берем ғой. Қане, төртеусіңдер ме? Бөлейік, қане, көмектесіп жібер. Бір шетінен ұстасыңдаршы. Арам олжа боп кесапаты тиіп кетпесін. Төкіш сескеніңкіреп ұстай қоймады. Оған ерекскендей Қаудырбай бүйіріңқырап сөйледі. Айналайын, осы сен алмай-ақ қойшы. Басқаларыңа мінекей. Ені 33, ұзыны 40 сантиметрден. Сонда мынадан кем дегенде 30 кемпірге төсеніш. Оларға да, өздеріңе де бір-бірден. Кемпірлеріңнің рахметін аласыңдар енді. Астана мен Алматының білгіш кемпірлері сөмкесіне осындайды бүктеп салып жүреді. Күн суықта любой жерге қорықпай осыны төсеп отыра салады. Асты жып-жылы боп. Біздің кемпірлердің құйрығы немене солардан сорлы ма? Ауылдың көбі көшіп кетті. Енді қалғанымыз қазір 30-ақ үй. Әр үйде бір шал кемпір. 60 адамға деп есептеп әкелдім. Мына түріңмен бәрімізді күнәға батырып жүрме. Бұл не қылған батпан құйрық өзі? Төкіш сақтаныңқырап, тағы да тақымдай бастап еді. Ешкім үндемегесін, тегін олжадан құр қалғысы келмеді. Мейлі, көрейік не болса да. Тәуекел, мына шіркін майданға аттанатындай. Жарайды, мұны қой. Ал енді менің кемпіріме екеуін беретін шығарсың, деді Шәкімжан дау іздегендей ежірейіп. Сөзден ұтыла бастағанына іштей шамданып қалған Төкіш тыз етіп өре түрегелді. О ненің ақысы, сенің кемпірің басқадан әулие ме? Басымызға екеуден берсе жетпей қалады. Әлденеге көңілі толмағандай шолақ мұрнын тыржитып басын шайқады. Шәкімжан, сен неге өстейсің осы? Тегін олжа десе сұғына кетесің. Төкшей, сен де қызық екенсің. Сұрап отырғам жоқ, өзі беріп отыр бәрімізге. Менің кемпірімнің құйрығындай құйрық біздің мінәндай шынашағының ұшын көрсетті. Кішкентай ауыл түгіл ауданда барма десеңші оданда. Дәлдеп өлшеп көрмеппін. Бірақ көз мөлшермен жобалағанда көлденеңі кемі, 1 метр-ау. 1 метр, содан асып түспесе мұрнымды кесіп берейін. Құдай біледі, бұлайы мен бұлайы бірдей. Төкіш бауырым, сен көңіліңе ала көрме айналайын. Сенің кемпіріңнің құйрығы ешкінікіндей шөмейіп қалған бірақ уыз. Құйрық деп менің кемпірімдікін айт. Оған тіпті дәп мынандайдың екеуі де жетпеуі мүмкін. Әлде үшеуі жетіп қалама. Төкіш шырт ете қалды. Сен сөйлеген сайын кемпіріңнің құйрығы жалпайып барады. Оныңды қой қарағым. Осы ауылдағы барлық кемпірдің құйрығын өлшеп шыққандай білгішсінесің кеп. Немене, бәрін көріп едің? Көрмесең қайсыныкі қандай екенін қайдан білесің? Соны айтшы маған. Мына қарқымен әңгіменің аяғын асырға шабарым бірден аңғарған Шәкімжан тап берердей шүйілген Төкішке сабырмен сынай қарап езу тартты.
Ой, құрыған, сен неге өйтіп кеттің? Ас тойда өзіңде көріп жүрген жоқсың ба бәрін? Бәлем, бұлтара бастадың ба? Сен сияқты қыбырлаған кемпірдің бәріне көз сүзбеймін. Біреудікінде не шаруам бар? Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне деген бір уыс десең де өзіме жетеді шүкір. Сенің кемпірің секілді жерден тең келгенде екі жағына кезек-кезек ауып кете жаздап теңселіп жүрмейді. Аяғының ұшымен ақырын ғана тып-тып басып бара жататын менің кемпірім жинақы ойыншықтай ғана. Төкіш қызына сөйлегенін іші сезіп қымсынса да оп-оңай өле салғысы келмеді. Әй, мейлі, бәріміз бір ауылдыкіміз ғой, не десең о де, бір жаман жайма үшін мен кемпірімнің құйрығына тіліңді тегізбе. Қалдеуіштей төкіштен жеңіліп қалуды намыс көрген Шәкімжанның көзі қуланып сығырая түсті. Әділет іздегенің жөн-ақ. Ендеше әр кемпірдің құйрығын өлшеп шығайық. Бастаған сен ғой, Төкіш. Осы жауапты шаруаны саған-ақ сеніп тапсырайық. Төкіш ыршып түсті. Қой әрі, өзге түгілі өз кемпірім тоңқайып өлшетеді дейсің бе? Мынау алжыған шығар деп шошып кетер. Сөзден есемді жіберіп алдым ба деп іштей намыстанған Шәкімжан енді өзінің бел алып бара жатқанына іштей сүйсініп жымиып қойды. Мынау отырғандар куә. Өзің бастаған екесің, өзің аяқтағаның дұрыс дегенім де. Қой шырағым. Төкіштің қарқыны қайтып жуасып қалды. Құйрық деген әңгімені ең алдымен бастаған мен емес сен, ақырына дейін өзің жеткіз. Шәкімжан қарқ-қарқ күлді. Екеуміз ғана өлшесек кемпірлеріміздің құйрығы құтырынып үлкейе беретін түрі бар. Мына бейтарап жігіттер өлшесін. Алайда ауылдағы кемпірлердің құйрығын түгендеп мұқият өлшеп шығуға ешкімнің жүрегі дауаламады. Қаудырбай басын шайқап бір жымиды да қалтасынан бармақтай бәкісін шығарды. Жерге жайған төсенішті сызғышпен өлшеп белгі салды. Кесінділерді отырғандарға теңдей бөліп берді. Енді ешқайсында көтеу болмайсыңдар, қарамайсыңдар ма? Жайма емес, асты күміс, үсті пүліш. Қойы, қайдағы күміс? Баяғы сәбет кезіндегі үнді шайының жылтыр қағазы сияқты бірдеңе ғой. Азамат, кәлләңді әлі бірдеңе бар. Дәп солай, бұл күмісің сол алюминий пәлганың ақ өзі. Көрдің бе, құдды қақтаған күміс сияқты. Ал мына пүліш сияқты жұмсағы жаңылмасам паралон дейді. Өзі арзан, ұрлаған жоқпын, бірақ одан өткен мәнәқасы бар. Жаңылмасам осының әр метрін 300 не 400 теңгеге алған болуым керек. Шамамен $1 ошақ бұжағы. Қаудырбай, доллар деп аузыңды толтыра сөйлегеніңе қарағанда көтеріліп кеткен сияқтысың. Бірдеңе ғып былай кішкене байыдың ба? Шейшіләпісін шешіп, шекесін бір сипап алған Шәкімжан сығырайып сыр тарта сынай қарады. Пара алып тұрмаса құр жалақымен қайдағы байыған? Қаудырбай келді екен деп біреу пара бере қоя ма? Тауып сөйлегендей марқайған Төкіш тоқымдай жайманы бір сипап алып отыра берді. Бәрібір жұқалау екен, жыртылып қалмаса. Күтіп ұстасаң жыртылмайды. Одан да мұны қай ақшаңа алдың деп сұрамайсың ба? Қаудырбай қулана күлімдеп қақырынып тамағын кенеді. Өзім айтпасам сендер өмірі таппайсыңдар. Анау-мынау емес, сендердің түстеріңе де кірмеген параға сатып алдым. Шәкімжанның көзі шарасынан шыға жаздады. Мәссаған, қалай алдың? Пара ардың ажалы, парақор елдің тажалы екені білмейтін бедің? Төкіш тартыныңқырап жан-жағына қауіптене қарағанымен құрдасынан бір мысқал да кем түскісі келмей өршеленді. Қарап бізде бір бәлеге шатылып кетпейік. Шәкімжан дұрыс айтады. Пара сұраған қандауыз, парадан байыған жалмауыз. Айналайындар. Дүрсе қоя бермей сөздің аяғына дейін тыңдасаңдаршы. Пара бөлік, парақор шірік екені менде сендерден кем білмеймін. Қалай рәті келгенін рет-ретімен айтайын да. Тоқ етері сол алған парама осындай 4 бума келдім. Қысқа, сағында пара беретін біреу табылды мей? Ой, пірім-ай, заман қалай құбылған. Пай-пай, күліп жіберуге шақ қалған Шәкімжанның сенер-сенбесін білмей сығырайған көзінде жылт еткен жымысқы мысқылмай тұрып алды. Шынымен-ақ мына өзіміздің жаман Қаудырбай пара алатындай биік дәрежеге жеткен бе деген сұрағын бұлғаңдатқан қызғаныштың қызыл иті әр қайсының ішінде әупілдей бастады. Құрылыста балғашы болып жүріп, пенсияға шыққаннан кейін Қаудырбайдың қайда жұмыс істегенін ешкім анық білмейді. Бірақ көзілуіне қарағанда аудан, облыс түгілі Алматыда да, Астанада да біраз қызметтің басын шалған көрінеді. Қарап жүрмей жылына 2-3 рет басқа жұмысқа ауысамын. Оның қандай жақсылығы барын менен басқа біреуің де білмейсіңдер дейді іші пысып әңгіме күткен құрдастарына.
Біз қайдан білейік, айтсаңшы енді, не қызығы барын. Бопты, мен аман тұрғанда ешқайсың құр қалмай біліп алыңдар, айта жүріңдер. Міне, осы отырған мына мен куәмін. Жұмыстан жұмысқа ауыса бергеннің қызығы сол, ел көресің, жер көресің. Қайда барсаң да қорқыттың көрі демекші, қай жерде де мандытып жалақы бермейді. Қайдан келген сұмырайсың дегендей үңірейіп қарайды да тұрады. Бір-екі айға сынақ мерзіміне алайық дейді. Маған керегі де сол. Одан ары істеп не жыным бар. Ой, несін айтасың? Бұл дәдәң талайды көрді. Талайды. Кімді көрдің? Олар қалай екен? Газеттерде суреті, теледидарда өздері жүретін бастықтарды көрдім. Семізін де, арығын да, министрлер, сот, прокурор, неше түрлі әкімдер. Одан басқа майда шүйделерін айтпай-ақ қояйын. Соларды айтсаңшы, олардың қандай өзі? Бұлай біз сияқты неғымай мекен, малдас құрған өшең зейнеткерлер мойындарын соза түсті. Соны көп айтатын бәлендей ештеңесі жоқ. Оларда мына өздерің сияқты кәдімгі адам, ешкіммен сөйлескісі келмей, шіренетін адам еместері де жетіп жатыр. Ондай албастыларға ренжіме, адам болғасын әртүрлі болады да. Әлгі бастықтардың жұмысы қалай сонда? Шынымен-ақ жапырып бірдеңе істей ме, болмаса қатшы қыз-келіншектермен шай ішіп отыра ма? Бәрі де бар. Олардың қайсысы не істеп жатқанын тексеруге менің уақытым болмады. Төгіштің іші суылдап тағы да күдіктене бастады. Бірнеше жұмыс дегенің біресе ана көшені, біресе мына көшені сыпыру ма? Әлде? Оның сөзін қаудырбай киіп кетті. Оны қайтесің? Одан да қалай пара алғанымды айтайын. Әңгіменің қызығы енді басталды. Бәсе, ал енді соны айт. Шіркін, әдемі қыз-келіншектердің көптігінен басың айналады. Ішпей жемей масайып маңқып жүресің. Шетелдерден келгендер де өріп жүр. Ақша деген оларда пішен. Сосын аяй ма, бізден үйреніп ап, оларда енді пара бергіш көрінеді шетінен. Әрине, береген қолым алаған деген пайдасын көрмесе босқа беріп жынырып па? Сен де алған шығарсың. Шәкімжанның кекетіңкірегеніне қаудырбай қыңбады. Бәрі алып жатқанда мен алмай немене? Адамның сорлысымын ба? Қалай алдың, Өмірі паралатын дәрежеге жете алмай арманда жүрген қарттар бір-бір жұтынып үлгірді. Пара алғандарды шетінен қамап жатыр дейді. Сен әйтеуір ұстап алған жоқ па? Ойбой, ұстап алды масқара болғанда. Мәссаған, қайтып, құрыдың ғой қасқа. Төгіштің қопаң етіп орнынан тұра жаздағанына қаудырбай жымиып бір қарады да жүткірініп алды. Әлбетте, қауіпті емегенде отпен ойнағанмен бірдей. Қалай аман қалдың? Соны айтайын да одан да. Бұл пара дегенің ойламаған жерден өзі-ақ келе қалатыны да бар екен. Қаудырбай маңғазданып аузын қомпитты. Шіркін-ай, бөсесің-ау. Күтіп жүрген бізге неге келмейді? Айтсаңшы тездетіп аузымыздың суын құртпай. Шыдамасаң кете берші үйіңе. Әлі мал келген жоқ, қайда сығамыз? Тоқ етерін ғана айтайын. Астананың көшелерін тап-таза қып сыпырған соң бастықтарға ал енді өздерің ие болыңдар қарақтарым. Жандарың бар ғой, өстіп күтіп ұстасаңдаршы деп сеніп тапсырған соң Алматыға жаным ашып ауысқан бетім. Абайдан төмен Сейфуллин көшесінің бойында әр жерде шашыраған топтанған өзім сияқтылармен бірге енді кімге көмектессем екен? Қайдан жұмыс табылады деп басым қатып тұрғанда жанымда ешкім жоқ еді. Қайдан келгенін байқамай қалыппын. Бір әдемі келіншектің сыңғырлағаны құлағым тосаңсып қалған ба, не айтқанын ұқпай, мені жұмысқа шақырып тұрма деп бетіне бажырайып қарадым. Түріне қарасаң кәдімгі өзіміздің орыстан аумайды, бірақ сөзі орысша емес. Құдайға шүкір, орысша тым құрыса жарты кісідей білеміз ғой. Не понял, дедім. Мені ұнатып қалдау деймін. Басын иіп жымиғанда жүрегімнің елжіреген өзі бір несін айтасын, сүйкімдінің сүйкімдісі. Тамағы қандай аппақ мақта сияқты, тісі тура шақпақ қанттай, киімі қандай әдемі, қызғалдақтай құлпырған алтыншаш келіншек. Менің қужандыр екенімді көріп отырсыңдар. Ол да байқаса керек. Арғымақтай жарап тұрғаныма қызықты ма білмедім, әйтпесе жаныма жымиып келмей-ақ жөніне кете бермей ме? Жоқ, өйтпеді. Дұрыс сөйлей алмай ма, шүлдірлеп жіберді. Бір уақытта ауай, әлде апай ма, сондай бірдеңе дегенін шамаладым. Басқа біреуге бармай тура менің қасыма тайып келгенін айтсаңшы, соған жаман ризамын. Кәдімгі есі дұрыс адам секілді жылы жүзбен күлімдеп сұрағанда, конечно, көңілің кәдімгідей өсіп қалады. Басқалар жұмысқа шақыра келсе кісімсіп, мынау өзі жұмыс істеп жарытама дегендей мұрнын шүйірі қарайтынын талай көрдім ғой. Сыңғырлаған дауыстың лебінен-ақ
тәуір адам екенін бірден сездім. Содан мына көсеудей сыриған қолымды былай қарай құрықтай созып жіберіп, абай ескерткішін сұрап тұр-ау деген жобамен жөн сілтедім. Білгенімді аяйын ба? О келіншек ағылшынша сұраған-ау шамасы. Шәкімжанның күдіктенгендей сығырая түскеніне әңгімеші намыстанып қалды. Енді бізде адамбыз, ептеп сеземіз, түк білмесем қалай жауап берем? Болды енді сөзді бөлме. Мал келгенше айтып бітірейін. Көкшенің қайыңындай әппақ келіншек екен. Иығына асып алған шағын қызыл сөмкесінен алақандай ғана бір қызыл әмиянын шығарды. Сыдырмасын асықпай әдемілеп сырғытып, жасылдау ма, сұр ма, әйтеуір бір қағазды шытырлатып суырды да басын қайта-қайта изеп-изеп әжімсіз ақ білегін маған қарай созды. Ақ торғын білек ауада қалқып маған созылғанда айналам әппақ алтын нұрға толып кеткендей есеңгіреуге шақ қалдым десем бәрібір сенбейсіңдер. Ал енді барма, оның анандай әппақ білегіне адам баласы қызықпауы мүмкін емес тегі. Кенет сәмбіталдың қабығын аршыған ақ сүйрік шыбығындай саусақтың арасына қыстырылған әлгі қағаз маған ұсынылған қалпы жете алмай жетімсірегеніне жаным ашыды. Театрға шақырған билетім екен деп жүрегім алып ұшқаны. Құдай бұйыртса бүгін кешке мына келіншекпен әйтеуір бір театрда отыратын шығармын-ау деп бөркім қазандай. Бұған не десем екен деп ойлағанымша ақ келіншек сәңкю әлде сәңкю деді. Әй қаудырбай, не деген аңқаусың ей? Сен кию деп тұрған жоқ па? Сен киюсің дегені де. Со жағын ажырата алмадым. Сен кию дей ма, сен кию дей ме, әлде сен кию дегені ме, соны біле алмай есім шыққаны. Қарағым, о не деген сөзің? Мен кімнің күйеуімін деп сұрағанымша тағы да басын изеп-изеп қалды. Сосын қағазды түйе жапырақтай жайылған жалпақ алақаныма салғанда менен бірдеңе дәметкендей көгілдір көздерінің күлімдеген-ай. Пай, әлі де міне көз алдымда. Шынымды айтсам ақсазандай келіншектің көк аспандай көзімен менің қара күйедей көзім өмірі бетпе-бет келмеген еді. Содан құдай атып абдырап қалғаным, атымды сұрап тұрған шығар деп жаңағы сөйлегеніне ұйқастырып, мен кию, қаудырбай дедім. Қайдан шықса, онан шықсын дегенімді. О келіншек алдымен асықпай сыңсық күліп алды. Содан кейін саусақтарын желпуіштеп, жыбырлата желпіп қоштасқан ишара танытты да кете барды. Ол кеткен соң қағазға қарадым. $1 екенін бірден білдім. Енді ақшаның талайын көріп жүрміз ғой, құдайға шүкір. 10 деген жазуы бар, бір мықтының суреті бар. 10-ды 470-ге көбейтсе бақандай 4700 теңге. Бәле, осылайда оп-оңай табыс табуға болады екен-ау деген ой миымның бір пұшпағында жарқ ете қалды. Қаудырбай, сен енді өлмейсің, жұмыс іздеп қаңғып жүре бересің бе? Осы жерде тұр, тапжылма. Күніне бір-ақ адам жөн сұраса да 2 айлығыңды табасың дедім, өзімді өзім үміттендіріп. Қауке, деді құрдастарының бірі мұның дәрежесін көтеріп. Біздің ауылда шет елдің келіншегін ең бірінші көріп, көз түйістірген сенсің. Арамызда ең бірінші пара алған да сен, және қандай ақша? $1. Әттең картайып қалғаның-ай, жастау болсаң аңқытып ала беретін бастықтар сияқты сен де өсіп кетер едің. Тәйтәрі, Қаудырбай кекесінге кәдімгідей шамданды. Адамның арамы парахор, азғыны жалақор емес пе? Арамда ар жоқ. Ар дегенің сот, адалдық деген әділет, әділетке қиянат жасаған әбілет, пара әбілеттің туы. Сол туды көтеретін әбілет мен бекем. Бопты онда, саған еріп барсам екеумізге бір келіншек жете ме? Қаудырбайдың басы кегжең етіп жалт қарады. Қой, сен бармай-ақ қой, таласып жүреміз бе? Артық бейнет жанға қас деген рас-ау. Баласының несиесін өтеп бітіріп, Аллаға шүкір енді немерем далада қалмайды деп қуанған күні миына қан құйылған-ай деп құрдастарының қамыққанын Қаудырбай білмей кетті. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.